Саламатсыңдар ма балалар? Байзақ ауданы Амангелді атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі Байдаралинова Қарлығаш Қадыровна. Бүгінгі сабағымыз сыныптан тыс ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай өткізіледі. 10-шы сынып оқушылары негізінде қатысатындар. Мұқағали Мақатаев Сүлейменұлы 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Шын аты Мұхаммедқали, қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын. Албан тайпасы Әлжан руынан шыққан. Ақын ер мінезді, әжесі тиынның тәрбиесін көріп, аңыз әңгімелермен сусындап өседі. Ол өзінің анасы Нағиманы жеңгесі ретінде көріп, қалжыңдап Наха деп те атап кеткен екен. Мұқағалидың озат ойлы, ашық пікірлі болуына әжесінің тәрбиесі өте көп ықпал етті. Мұқағали Мақатаев шығармалары өте көп. Дариға жүрек, аққулар ұйықтағанда, өмір өзен, поэзия, үш бақытым, жырлайды жүрек, шуағым менің, тағы да басқа аудармалары жеткілікті. Ендіше Расулға сөз берейік. Мұқағали Мақатаев, ей өмір, дүниенің ағында қарасында мыңқ етпесін қабылдап аласында. Қарасымен шаманжап таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпініп арасында, желегесін түсесін қарасуға. Қиын қуған қабақтай аласыра, ей өмірім, зымырап барасың ба? Аққулар ұйықтағанда поэмасы бойынша 10-шы сыныптың көрінісін тамашалайық.